жылайды, сол кезде мына уже ісінеді. Бұрын организм онша білінбеген, бұрын бізде тек ерінеді. Ол кезде ерімей ғана емеді ғой. Емей тамақ ішкен кезде ол ұйықтаған кезде ол ісініп кетеді дейді. Ешқандай әсер бермейтін жағдайларда, мысалы, ондайда да мальформациялар болады. Қаншалықта, мысалы, жаңағындай неше түрлі склерозанттарды ауыстырған өзінде де ешқандай әсері болып қалмауы мүмкін. Сол кездерде биомедицин электросклеротизация деген емді қолдануға болады. Ол ем енді енгізілейін деп жатыр Қазақстанда. Естіген шығарсыздар. Біз осы клиникада енгізіп қойғанбыз, оны бірақ балаларға әлі жасаған жоқпыз. Бүгін бәрі сәтті өтті. 4 рет жасағанда нәтиже болды ма? Кішкене ердің астында аяққа варикоза шығады. Ердің астында сондай болады, тамырлары кеңейіп кеткен. Кішкене ғана азайып кеткен. Склерозанттың әр түрлісі болады. Этанолда склерозант жаңағы этоксисклерозда склерозант, білемінсіз склерозант. Сол себептен ол бірнеше рет жасалынатын жағдай.